Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын өте керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен електен өткізген ұн қажет болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Електен өткізген құрғақ ұнымыздың үстіне осындай бір пакетик разрыхительный жартысын саламын. Сосын шекерімізді де салып, жақсылап араластырып аламын. Енді сары майымызды жартысынан кішкене көбірек бөліп алып, осындай закрома болған жақсы. 82% сары майлармен жасалған пирог өте керемет болып шығады. Сіздер теркадан өткізіп, осылай крошка жасап алсаңыздар да болады. Мен бірінші осылай пышақпен бөліп алып, сосын қолыммен крошка жасап алдым. Крошканы жасап болғаннан соң, осындай президентский қаймақтың 15%-ін алып, бір ас қасық толтырып саламыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды жарып, оны да салып, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздан азғантай ғана бөлігін алып қалып, қалған үлкен бөлігін табамыздың ішіне осылай қолмен жайып шығамыз. Қолымызбен бәрі жағын тегістеп болғаннан соң, осындай вареный сгущенкамызды ортасына салып, қасығымызбен жайлап шығамыз. Жаңағы қамырдан алып қалған кіші бөліктегі тестамызды дәл осылай қолымызбен ирелектеп, әсемдеу үшін үстіне қойып шығамыз. Қалғаныңыз бойынша гүл жасасаңыздар да болады. Пирогты әсемдеп болғаннан соң, қызып тұрған 180 градустағы пешке салып, 25-30 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің жасаған пирогымыз осылай болып пісіп шықты. Өте керемет, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де жақындарыңызбен бөлісіңіздер.